Бала туылғаннан кейін біз көбінесе массажды мамандарға тапсырып жатамыз, дегенмен сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен Сүйінова Гүлдана Қуатқызы, 6 баланың анасы және балалар массаж маманымын. Достар, біз барлығымыз бұл бала денсаулығының негізі, яғни дене күтімі мен дене белсенділігі екенін жақсы білеміз. Балалар массажы бұл тек қана дене күтімі емес, баланың қан айналым жүйесінің дұрысталуын қамтамасыз етеді, жүйке жүйесінің қалыпқа келуін, ұйқысының тынышталуын, бұлшық еттерінің нығаюын және қозғалыс координациясының белсенділігін жақсартатындығын біз жақсы білеміз. Массажды бала туылғаннан бастап жасауға болады және оның әр жасқа қарай жасалу ерекшеліктері бар. Осы туралы мен осы каналда бөлісетін боламын. Және осы орайда сұрағым келеді, сіздер балаңызға өздеріңіз массаж жасап көрдіңіздер ме? Және массаж жасаған кезде қандай қиыншылықтар болды? Осы туралы комментарийға жаза кетсеңіздер, алдағы видеоларда сол сұрақтарға жауап іздеуге тырысатын боламыз. Достар, сіздер білесіздер ме? Массажды жиі қабылдайтын бала эмоционалды және физикалық тұрғыда тез дамиды екен. Бұл ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Достар, сіздерге осы арнада керемет контент дайындап жатырмын. Бұл әр жас ерекшеліктеріне қарай бөлінетін массаж түрлері, балаға жасалынатын массаждың зиянсыз түрлері, баланың ұйқысын жақсартатын массаж түрлері және де массажда пайдаланатын түрлі лайфхактармен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін маған жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Құрметті көрермен, сіздерге тағы да сауалнама ретінде сұрағым келеді. Сіздер білесіздер ме? Массажды балаға өзге адамнан гөрі өз анасының жасағаны пайдалырақ екендігін. Яғни бұл балаға ананың сылап сипауы, бала мен ананың тығыз қарым-қатынаста болуы, бұл баланың өсіп дамуына өте керемет пайдасы бар. Бала туылғаннан кейін біз көбінесе массажды мамандарға тапсырып жатамыз, дегенмен балаға массажды анасының өзі жасаса, ол мамандардан гөрі 2 есе көбірек пайдасын берер еді. Өйткені ана мен баланың арасында мысалға көзге көрінбейтін тығыз байланыс бар екен білеміз, барлығымыз. Ерте кезде де ата-бабаларымыз айтып кеткен, баланы сылап сипасаң ғана адам болады деп. Сондықтан бұл каналды ашқандағы мақсатым әр ана өз баласына массажды өзі жасаса. Яғни осындай контенттер арқылы массажды үйреніп, өзі жасаса, бұл балаға да, анаға да пайдасы көп болар еді. Екіншіден, ананың да материалдық жағдайын, яғни ақшасын үнемдеу. Баланың денсаулығына, баланың дамуына бейжай қарамайтын аналар, сіздерді каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Алдағы уақытта сіздермен тығыз байланыста болады деген сенімдемін. Менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар, пайдаларыңызға асырып, өздеріңіз массаж үйреніп, баламен қызықты уақыт өткізулеріңізге тілектеспін.